Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын жеті желпектің рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен 200 грамм сүт қажет, одан кейін 200 грамм су қажет, бір ас қасық майонез қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір штук жұмыртқа саламыз, және сіздердің суларыңыз, сүттеріңіз жылы болуы керек. Одан кейін бір ас қасық ашытқы қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне бір шай қасық тұз саламыз, және 2 ас қасық қант қосамыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Одан кейін ұнымызды қосатын боламыз. Бірінші барлығын жақсылап қасықпен араластырамыз. Одан кейін ұнымыз қоюлана бастаған кезде қолымыздың көмегімен араластырып шығатын боламыз. 600-700 грамм ұн кетеді осы қамырға. Одан кейін ыдысымыздың ішін майлаймыз. Қамырымызға да май жағып, жақсылап иінін қандырып тұрып, илеп шығатын боламыз. Үстіне бір ас қасық май құйып, қамырымыздың бетіне жағып қоямыз. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Енді қамырымыздың көтерілгенін күтетін боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда өте оңай рецепттерді көре аласыздар. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді қолымызға және дастарханымызға осылай сұйық май жағатын боламыз. Қамырымыз дастарханымызға жабысып қалмас үшін. Барлығын осылай қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп, домалақ етіп, формаға келтіріп аламыз. Бетін жауып қоямыз, қамырымыз кеуіп қалмас үшін. Одан кейін осылай астына ұн сеуіп, домалақ формада қамырымызды келтіріп аламыз. Енді осыны қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Екі жағын аудара отырып, сары түске енгенше пісіретін боламыз. Мінекей біздің күлшеміз дайын болды. Біздің жеті нанымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Бауырсақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Ас болсын.